Еліміздің оңтүстік және батыс аймақтарында халықты жұмыспен қамту өзекті проблема. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кешегі өткен мәжіліс отырысында өңірлердің біркелкі дамымай отырған сынға алған болатын. Аталған облыстарда халықтың демографиялық өсімі өте жоғары. Ал жұмыс орындары шектеулі. Ендеше жұмыссыздықпен қалай күресуге болады? Ал дипломын қолына енді алған жас мамандар өз мамандығы бойынша жұмысқа орналаса ала ма? Мәселені қалай шешу жоспарланып отыр? Тілшіміз рет-ретімен тарқатып айтып береді. Танушылар оңтүстіктегі жұмыссыздықтың бірнеше себебі бар екенін айтады. Біріншіден, халықтың басым бөлігі мерзімдік ауыл шаруашылық жұмыстарымен айналысады. Ол қосымша жұмыс орнын ашуға келмейтін отбасылық бизнес. Екіншіден, өңірде елді тұрақты жұмыспен қамтитын ірі өндіріс орындары жоқ. Үшіншіден, жастардың дені техникалық саланы емес, гуманитарлық бағытты таңдайды. Сосын дипломын қолына алып, жұмыс жоқ деп сенделетінін айтады. Түркістан облысында ірі кәсіпорындар өте аз болып тұр. Негізі мемлекет өз қолдауына алып көптеп ашатын болса, бұл жұмыссыздықты тікелей жоюдың бірден бір себебі болып есептелінеді. Екіншісі, әрине қазіргі таңда әсіресе жас буын өкілдері, осы түркістандықтардың көбісі кәсіппен айналысып жатыр. Әрине ол кәсіпті аяққа тұрғызу керек, оны алға жылжыту керек, өсіріп өндіру керек. Ал бұған тікелей қаржы. Сондықтан мемлекет енді осы саланы қолға алып, осы жас буын өкілдерін әсіресе кәсіппен айналысқандарға қаржылай көмек беретін болса, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Түркістан облысында 2 миллионнан аса тұрғын бар. Жұмыссыздар саны 40 мың адам, яғни халық санының 5,1%-ін құрайды. Бұл әкімдіктің ресми мәліметі. Ал 5,5 миллион халық бар солтүстік Қазақстан облысында да жұмыссыздық 5% көлемінде екен. Жері аз, халқы тығыз орналасқан өңірде жыл сайын 60 мың бала дүниеге келеді. Сондықтан өңірдегі жұмыссыздық мәселесін мемлекеттік деңгейде қарастырып шешкен дұрыс дейді мамандар.